Баршаңызға қайырлы күн. Менімен бірге шоко банан деп аталатын тортты бірге дайындап көріңіздер. Өте дәмді, ерекше, нәзік болып шығатын торт. Отбасымның барлық мүшелеріне ұнады, өте дәмді. Және де міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен және қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір банка сгущенка, яғни қоюлатылған сүт 380 немесе 400 грамм болады. Және де 3 жұмыртқа орташа. Осы екі затты алдымен жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл молочная девочка деп аталатын торттың қамырына кішкене ұқсайды, бірақ какао қосылатын болады. 140 грамм ұнымызға 20 грамм какао, 10 грамм қамыр қопсытқыш қосып, араластырып алуға болады. Одан кейін електен өткізіп, жаңағы сұйық массамызға қосамыз. Құрғақ массаны бірнеше бөлікке бөліп қосатын боламыз. Сонда біздің жаңағы торттарымыздың қорыштары өте үлпілдек, әдемі болып шығады. Міне осындай қоймалжың масса болып шығу керек. Одан кейін осындай пергамент қағазын, осындай пирог пісіретін формаларыңыз болса, осы арқылы жаңағы осылай қойып, видеодағыдай формасын шығарып алуға болады. Сонда біздің жаңағы тортты жаю, қамырын жаю барысында еш қиындық тудырмайды. 3 немесе 4 қасықтан осылай салып аламыз да, жақсылап палетканың көмегімен бір тегістеп шығамыз. Бұл жерде менде диаметрі 22 см. Сіздер өз қалауларыңызша кішірейтіп немесе үлкейтуге болады. Соған қарай жаңағы қамырды да мөлшеріне қарай саласыздар, көлеміне қарай саласыздар. 180 Цельсий градуста 5-7 минут көлемінде ғана пісетін болады. Піскенін жаңағы қолмен ақырын басу арқылы байқауға болады. Жаңағы корждарымыз піскенше енді біз кремін дайындай беретін боламыз. Бұл жерде менде 500 мл 33% сливки және 50 грамм қант ұнтағы. Екі затты жақсылап, әбден креміміз қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Сливкеміз осындай әдемі болып көпіріп, жаңағы қою крем болу керек. Одан кейін бөлек бір ыдысқа 1,5 банан. Бананымыз өте жаңағыдай осындай сап-сары болып әдемі піскен болу керек, және де тым қатты езіліп кеткенде болмайды, қаралары болмау керек. Вилканың көмегімен немесе блендер болса, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Және де жаңағы дайындап қойған креміміздің үстіне құйып, лопатканың күрекшенің көмегімен араластырамыз. Қорықпаңыздар, креміміз банан өздігінен тұрған кезде қарайып кетеді ғой, сол сияқты қарайып кетпейді. Өз түрін сақтайды. Енді кезекте тортымызды жинайтын боламыз. Осылай корждарын жеке-жеке алып, тортымызды жинайтын боламыз. Коржымыз өте әдемі пісті. Астына осылай саламыз. Одан кейін кремімізді молырақ етіп жағамыз. Және де келесі коржды төңкеріп қоятын боламыз. Сонда біздің креміміз корждарға сіңіп өте дәмді болады.
Барлық кремді жағып болғаннан кейін тоңазытқышқа кем дегенде 3 сағат немесе 1 түн көлемінде қойып қойсаңыздар өте жақсы болады. Мен кешкісін жасап, таңертеңгіге дайындап қойдым. Одан кейін сыртқы крем жағатын боламыз. Сыртқы крем қажет етпесеңіздер, осындай кремді де сыртына жағып, тортты әдемілеуге болады. Менде бұл жерде 250 грамм сливочный сыр, және де сливки 33%-лық 100 мл қосатын боламыз. Және сахарная пудра 40-50 грамм қосамыз. Осындай қоймалжың масса пайда болады. Біраз кремді жаңағы әдемілеу үшін алып қалдым, ал қалғанын жаңағы торттың сыртына жағатын боламын. Осылайша барынша тегістеп, әдемілеп, бетіне какао септім. Және бұл жерде қатырылған малина қойдым бетіне. Сіздер өз қалауларыңызша әдемілеуге болады. Торт ең бастысы өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.